Бүгінгі арнайы алғыс айту күніне орай 1 наурыз алғыс айту мерекесінде университет қабырғасында бірқатар шаралар өткізілді. Бірі дәстүрлі түрде жүзеге асырылатын айналайын балалар үйіне арналған концерт. Биылғысы шын жүректен 4 деп аталды. Жаратылыстану техникалық факультеті мен гуманитарлық факультетінің ұжымы айналайын балалар үйінің тәрбиеленушілерін нөмірі 1 оқу ғимаратына шақырып, сый-сияпат көрсетті. Қайырымдылық концертте ақпан наурыз айында туған күн иелерін ерекше құттықтап, балалардың өздері қалаған сыйлықтары табыс етілді. Өзгелеріне күнделікті оқу процесіне қажетті құрал-жабдықтар мен киім-кешектер, тәтті тағамдар берілді. Мереке қызықты концерттік бағдарламамен жалғасты. Аталған екі шара осыдан 4 жыл бұрын гуманитарлық факультеті студенттерінің идеясымен бастау алған болатын. Бүгінде жүректерге мейірім сыйлайтын мереке үздіксіз жалғасып келеді. Осы уақытқа дейін гуманитарлық факультеттің студенттері ғана айналайынның балаларымен бірлесіп концерт жасап, алғыс айту күнінде бір-біріне алғыстарын айтып, сыйлықтарын беріп, жақсы көңіл күйде өткізеді. Ал бүгін жаратылыстану және техникалық факультеті мен гуманитарлық факультеттің студенттері бірлесіп осы шараны ұйымдастырып отыр. Өздеріңіз көріп отырғандай балалар сондай риза, біздің студенттерге деген достық сезімі барлығы білініп тұр, көңіл күйлері өте тамаша. Біздің де мақсатымыз сол болған. Балалардың көңіл күйін көтеріп, солардың алғысын алу болатын. Самал Ашырбекова, Дилмира Кузатова, оқу телестудиясы.